Язвадан қалай құтылуға болады дейді. Язвадан адам құтылу үшін таңертең аш қарында комнатный температурада 50 грамм қайнат су ішу керек. Содан жарты сағаттан кейін асқазаныңыз, ішектеріңіз жұмыс жасай бастайды. Сол кезде натуральный балды аламыз, бір қасық. Сосын алоэ жапырақтарын тауып алып, мясорубкадан өткізесіз. Жаңағы бір қасық балға алоэ жапырақтарын қосып, араластырып жейсіз. Содан түскі астан кейін полдник уақыттарында примерно жылқының саумалы деген болады. Биенің сүті, биенің сүті ананың сүтімен тең қасиет береді. Сол саумалды алып, или бие сауатындарға барып, саумалды жаңағы биені саудырып, көпіршіп, жылы болып тұрған кезінде 100 грамм, 50 граммды жұтып жібересіз. Осылай таза бір ай, бір жарым ай жасасаңыздар, сіздің анау аяқ астынан сваечный болып, язваңыз қысып, илектеніп, өкпеліп, билеп жатып қалған ауруларыңыздың бәрі кетеді. Язваның орны да қалмайды. Осыны ерінбей істесеңіз, язваңыздан құтыласыз. Адам өмірге бір-ақ рет келеді, денсаулықты бір-ақ рет береді. Сондықтан денсаулықтарыңызды күтіп, өздеріңізді аялап жүріңіздер. Қош саламат болыңыздар, ауырмаңыздар.